Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін небәрі 5 минутта сковородкада пісетін пиццаның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді бірінші ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды жағып аламыз. Қаласаңыз, екеуі қоссаңыздар болады. Кейін 4 ас қасық майонез және 4 ас қасық айран қосамыз. Ал егерде айран болмаса, 4 ас қасық қаймақ қоссаңыздар да болады. Кейін 3 ас қасықтай күнбағыс майын қосамыз, татымына қарай тұз қосамыз. Ал енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кейін 8 ас қасық ұнымызды қосамыз. Бір шай қасықтың жартысынан қопсытқышты қосып жақсылап араластырып аламыз. Ал енді табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Кейін табаны ең баяу отқа қойып, қамырымызды салып, жақсылап жайып шығамыз. Менде таба үлкен болғандықтан қамырдың барлығын салып жасап жатырмын. Ал егерде табаңыз кішкентай болса, 2 бөлікке бөліп жасасаңыздар болады. Қамырымызды жайып болдық, енді бетіне томат пастасын немесе кетчупты жағып шығатын боламыз. Ал енді пиццамыздың бетіне өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіштер қолдансаңыздар болады. Мен шұжық қолдандым. Кейін бетіне сырымызды теркадан өткізіп қосамыз. Сыры барынша көп болса, пиццамыз соншалықты дәмді болып шығады. Сырымызды салып болдық. Енді қақпағын жауып, ең баяу отта 15 минутта пісіретін боламыз. Міне бүгінгі пиццамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай табадан оңай тез алынады. Дәмі деген өте керемет, жұмсақ, ып-ыстықтай күйінде ұсынсаңыздар болады. Ал видеома ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жазып, видеома лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.